Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы демалу. Тема нашего сегодняшнего урока – досуг. Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Демалу, досуг. Демалу, досуг. Демалыс, отпуск. Демалыс, отпуск. Бос уақыт, свободное время. Бос уақыт, свободное время. Пайдалы істер, полезные дела. Пайдалы істер, полезные дела. Көңіл көтеру, веселиться. Көңіл көтеру, веселиться. Билеу, танцевать. Билеу, танцевать. Ән тыңдау, слушать песню. Ән тыңдау, слушать песню. Ән үйірмесі, музыкальный кружок. Ән үйірмесі, музыкальный кружок. Кітап оқу, читать книгу. Кітап оқу, читать книгу. Ұнату, нравится. Ұнату, нравится. Ұнатпау, не нравится. Ұнатпау, не нравится. Белсенді, активно. Белсенді, активно. Тау, гора. Тау, гора. Тауға шығу, подниматься в гору. Тауға шығу, подниматься в гору. Шаңғы тебу, кататься на лыжах. Шаңғы тебу, кататься на лыжах. Қала, город. Қала, город. Көрікті орын, достопримечательность. Көрікті орын, достопримечательность. Мұражай, музей. Мұражай, музей. Саябақ, парк. Саябақ, парк. Саябақта серуендеу, прогуливаться по парку. Саябақта серуендеу, прогуливаться по парку. Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Сәлем, Болат. Қалың қалай? Привет, Болат. Как дела? Сәлем, Сергей. Менің жағдайым жақсы. Өзің қалайсың? Привет, Сергей. У меня все хорошо. Как у тебя дела? Менің де жағдайым жақсы. У меня тоже хорошо. Менде бәрі қалыпша. Қазіргі кезде бос уақыт туралы жаңа жоба бойынша жұмыс істеп жатырмын. Сен маған көмектесе аласың ба? У меня все нормально. На данный момент я работаю над новым проектом о свободном времени. Ты не смог бы мне помочь? Әрине көмектесемін. Конечно, помогу. Өте жақсы. Адамдар демалыс күндері қандай пайдалы істермен шұғылданады? Отлично. Какими полезными делами обычно люди занимаются по выходным? Егер мен өзім туралы айтсам, мен өзімнің демалысымды белсенді түрде өткіземін. Жүгіремін, тауға шығамын, кітап оқимын. Если говорить обо мне, я провожу свои выходные активно
Я бегаю, поднимаюсь в гору, читаю книги. Түсінікті, рахмет. Сенің менімен мұражайға барғың келмей ме? Понятно. Спасибо. А ты не хочешь сходить со мной в музей? Жақсы, барайық. Қарсы емеспін. Хорошо, пойдем. Я не против. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи!